ұлттық қор балаларға атты жаңа жоба 2024 жылдың 1 қаңтарынан іске қосылады. ұлттық қор балаларға бағдарламасы қалай жүзеге асады? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев былтырғы жолдауында ең маңызды бастаманың бірі ұлттық қор балаларға бағдарламасы болды. Бағдарлама аясында ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50% балалардың арнаулы жинақтаушы есеп шотына аударылады. Қаржы әр балаға 18 жасқа толғанша аударылатын болады. Ол жинақты мерзімінен бұрын есеп шоттан шешіп алуға рұқсат етілмейді. Жинақталған қаржыны баспана сатып алуға немесе білім алуға жұмсауға мүмкіндік бар. Президенттің сөзінше, бұл жоба арқылы ұлттық қор шын мәнінде ұлттың мәртебесіне сай болып, халқымыздың игілігіне қызмет етеді. Осыны жан-жақты қарастыра отырып, жобаны 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске қосуды тапсырды. 12 желтоқсанда үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы бір жылдан кейін ұлттық қордың инвестициялық табысының жартысын балалардың есеп шотына аудару басталатынын еске салып, Қазақстан ұлттық қорының табысы басқа елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен екенін атап өтті. Мемлекет басшысы 16 қарашада ұлттық қордан балаларға арналған қаражатты пайдалану мәселелері бойынша заңға қол қойды. 18 жасқа дейінгі баланың жинақталуының болжамды сомасы шамамен 3,5 мың ақш долларын құрауы мүмкін. Бұл сома капитал нарығының құбылмалылығын ескере отырып, тарихи деректер негізінде есептелген. Туу көрсеткішінің тұрақты динамикасын ескере отырып, 2024 жылға қарай кәмелетке толмағандар саны 7 миллионға жетеді деп есептеуге болады. Демек, бір балаға төленетін орташа жылдық төлем жылына шамамен 120 мың теңгені құрайды. 18 жыл ішінде шотқа 2,16 миллион теңге жинақталады. Егер бала 18 жасқа толғаннан кейін жиналған ақшасын алмаса, ол шотта 10 жыл бойы сақталады. 10 жылдан кейін де қажет болмаса, қаржы сол адамның зейнетақы шотына аударылады. Бала қайтыс болған жағдайда қаражат туған бауырлары арасында бөлінеді немесе ата-анасына беріледі. Жиналған ақшаны қалай алады? 18 жасқа толғаннан кейін шотқа жинақталған қаржыны алу үшін уәкілетті операторларда, яғни екінші деңгейдегі банктер немесе Қазпоштада арнайы шот ашу керек. Одан кейін e-gov порталына тиісті өтінім береді. Сол өтініш арқылы зейнетақы қорында жинақталған қаражат оның арнайы шотына аударылады. Қаржының мақсатқа сай пайдаланылуын уәкілетті операторлар тексереді. Шоттағы ақша ақш долларымен есептеледі және 18 жасқа толғанда қаржыны банктегі шотына доллармен де теңгемен де аудара алады. Шотқа ақша түскен-түспегенін қалай тексереді? Ата-аналар шотқа ақша түскен-түспегенін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтынан тексере алады. Ол үшін баланың ЖС-ін енгізсе жеткілікті, ал бірнеше жылға түскен қаражатты көру үшін e-gov порталындағы жеке кабинетке кіру керек. ЖС-ін енгізілгеннен кейін баланың деректері ата-анасының жеке кабинетінде көрініп тұрады. Осылай отбасындағы әрбір бала үшін жасалуы керек.